Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы алуан түрлі ғаламшарлар деп аталады. Бүгінгі сабақта ғаламшарлар қандай топтарға бөлінетінін білесіңдер. Ғаламшарлардың сипаттамасымен танысасыңдар. Алдағы сабағымызда ай жердің серігі туралы білдіңдер. Олай болса, айқыш, дөңгелек ойыны барысында бірнеше сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Берілген әр санға сәйкес ұяшықтағы сұрақтарға жауап беріңдер. Иә нұсқасын таңдасаң, айқыш, жоқ нұсқасын таңдасаң, дөңгелекті белгілеңдер. Ойын аяқталғанда өздеріңді тексеріп көріңдер. Және жұлдыздың түстеріне байланысты өзіңді бағалап көр. Олай болса ойынымызды бастаймыз. Бірінші, адам түнде аспаннан айды көре алады. Екінші, айда ауа қабаты бар. Үшінші, ай еш уақытта жерден алыстап кетпейді. Төртінші, ай жердің жалғыз табиғи серігі. Бесінші, айдың бетіндегі дақтарды теңіз деп те атайды. 6. Ай біздің ғаламшарымыздан үлкен. 7. Күн айдан кішірек. 8. Жер айды айнала қозғалады. 9. Ай біздің ғаламшарымыз жерді айнала қозғалады. Тексерейік. Сенде қайсысы көбірек шықты? Айқыш па, әлде дөңгелек пе? Жарайсыңдар балалар. Сен білесің бе? Халқымызда айға қатысты ғұрыптар мен наным-сенімдер қалыптасқан. Айға сәлем беру ғұрпы бар. Аман көрдім, ай көрдім. Жұлдызым жоғары болсын деп, айға қарап, арман орындалуын тілейді. Балалар, қазір алуан түрлі ғаламшарлар бейнебаянын тамашалап көріңдер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз күн жүйесінің планеталары. 8 планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайық. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар Шолпан, планеталар ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетіндіктен, оны таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп атайды. Күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70% дейін су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета Марс. Ол қызыл планета ретінде де белгілі. Өйткені онда қызыл түсті топырақ пен тау жыныстары бар. Бесінші және күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Оның алыптығы сонша, оның ішіне 1300 жер сыйып кетеді. Алтыншы ғаламшар, яғни Сатурн, күн жүйесіндегі үлкендігі екінші планета. Ол сарғыш түсті. Оның айналасында мұз бен тозаңнан тұратын әдемі сақиналар бар. Жетінші планета Уран. Бұл ғаламшарды қалың газ қабаты жауып жатыр. Сегізінші планета Нептун. Бұл планета
күннен ең қашық орналасқандықтан, ондағы суық желдер өте күшті. Ғаламшарлар екі топқа бөлінеді. Жер тобы ғаламшарлары, олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс. Бұл ғаламшарлар күнге жақын орналасқан. Екінші топ алып ғаламшарлар. Оларға Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун. Бұлардың сақиналар жүйесі бар. Және сонымен қатар мөлшері мен көлемі, массасы өте үлкен. Олар күннен алысқа орналасқан. Балалар, күн жүйесіндегі ғаламшарлардың орналасуына назар аударыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Олар дұрыс орналасқан ба? Қатесі болса тауып, түзетіп көрейікші. Балалар, естеріңде болсын, күн жүйесінің ғаламшарлары күннің алыстау реті бойынша былай орналасады екен. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Ойланып көріңдер. Ғаламшарлар бір-бірімен соқтығысу мүмкін бе? Жарайсыңдар, балалар. Олар бір-бірімен соқтығысуы мүмкін емес. Себебі әр ғаламшар өзінің орбитасымен қозғалады екен. Тамаша. Балалар, оқулықтың 61-ші бетін аша қойыңдар. Оқулықтан жер тобы алып ғаламшарлар туралы жазылған тұсты тауып оқыңдар. Жер тобы ғаламшарлар мен алып ғаламшарлардың айырмашылығын және ұқсастығын ажыратып, вендиграммаға орналастырып көріңдер. Жауаптарыңды анықтап болсаңдар, тексеріп көрейік. Жер тобы ғаламшарлары алып ғаламшарлардан айырмашылығы, олардың серіктері аз, сақиналары жоқ, беті қатты, күнге жақын орналасады екен. Ал алып ғаламшарлар күннен алыс, өте үлкен, газ, беті қатты болмайды екен. Ал жер тобы ғаламшарлар мен алып ғаламшарлардың ұқсастығы неде екен, балалар? Әрине, шар тәрізді. Күн жүйесінде күнді айнала қозғалады екен. Жарайсыңдар, балалар. Алып ғаламшарлар мен жер тобы ғаламшарларының айырмашылығы мен ұқсастығын тауып анықтадық. Ал енді мына кестеден жасырын сөзді тауып көріңдерші. Қандай сөздер жасырынып тұр екен? Тексеріп көрейік. Қандай сөздер тауып алдыңдар? Әрине, Жер, Шолпан, Марс, Нептун, Юпитер, Уран. Тамаша. Балалар, бұларды қалай атаушы едік? Дұрыс айтасыңдар. Ғаламшарлар деп атаймыз. Ал енді ғаламшарлардың сипаттамаларына сәйкес ғаламшарлардың атауларын сәйкестендіріп көріңдер. Тексеріп көрейік. Тіршілік белгілері бар ғаламшарлар қалай аталады екен? Жер. Ең жеңіл күнге ең жақын ғаламшар Меркурий. Таңғы
жарық жұлдыз атанған ғаламшар шолпан, қызыл ғаламшар Марс, күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар Юпитер екен. Мұз ғаламшарымыз Уран, жарқырау сақиналары бар ғаламшар Сатурн, күннен ең қашықта орналасқан ғаламшар Нептун деп аталады екен. Тамаша. Енді орындап көріңдер балалар. Біз ғаламшарларды екі топқа бөлінеді дегенбіз. Яғни жер тобы ғаламшарлары және алып ғаламшарлар. Енді сендер осы жер тобы ғаламшарлары және алып ғаламшарлардың тізбесін жасап шығыңдар. Жазып болсаңдар, тексерейік. Жер тобы ғаламшарлары Меркурий, шолпан, жер, Марс, ал алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта ғаламшарлар қандай топтарға бөлінетінін білдіңдер. Ғаламшарлардың сипаттамасымен таныстыңдар. Енді күн жүйесіндегі ғаламшарлардың үлгісін жасап көр. Және ғаламшарлар туралы ақпарат жинауға тырысыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымызда сендермен кері байланыс жасап көрелік. Егер сабақты жақсы түсінсең, жасыл зымыранды, сұрағың болса, сары зымыранды, түсінбесең, қызыл зымыранды таңда. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.